Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен борщ тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қызып тұрған майымызға тауық етін саламыз. Бұл тағамға кез келген ет бола береді. Мен тауық етін қостым. Жақсылап араластырамыз. Тауық етін салған уақытта осылай қуырып бастағанда кішкене көпіршиді. Содан соң барып басылады. Сол кезде басқа да заттарды қоса береміз. Екінші, біз пиязымызды турап саламыз. Міне бізде тауық етіміз қуырылып болды. Енді пиязды саламыз үстінен. Оны да жақсылап бірге қуырамыз. Бетін шауып, келесі кезекті болгар бұрышын видеодағыдай етіп, ұсақтап тураймыз. Міне болгар бұрышын қосудамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Кішкене қуырылу қажет. Содан соң барып қайта бетін жауып қойып қоямыз. Сол арада біз 40 қабат, яғни капустамызды тураймыз. Капустаның өлшемін, көлемін өздеріңіз қалауларыңызша. Мен осылай басында ұзынша етіп турап алдым. Содан соң барып кішкене бөліктерге бөлдім. 4 бұрышты етіп турасаңыздар да өз еркілеріңізде. Міне бізде қазанның бетін ашамыз. Қазанның бетін әрдайым бір келкі отта қойып қойыңыздар. Қатты емес, жайда емес, орташа отта осылай қуырамыз. Келесі кезекте бізде қызылша. Қызылшаны үккіштен өткіздім. Олай ұнамаса, қолдың көмегі арқылы турасаңыздар да болады. Кейбір адамдар қызылшаны жей алмауы мүмкін. Қазанымыздың бетін ашып, кішкене араластырып аламыз. Содан соң барып, жаңағы қызылшамызды қосамыз. Оны да жақсылап бірге араластырамыз. Содан соң осындай помидор қостым. Бұның орнына томат қоссаңыздар да болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді суын құямыз. Көп құйып жібермеңіздер. Қосқан қоспаларымыздың барлығы батуы керек. Мен шамамен 1,5-2 литрдей құйдым. Қайнаған уақытта кішкене азаяды. Енді дәміне қарай тұз, дәмдеу үшін қосамыз. Дәмдеуіш болмаса, қоспасаңыздар да болады. Кішкене араластырып, бетін жауып, орташа отта 20 минуттай қайнатамыз. Сол арада картоптарды тураймыз. Картоптың көлемін өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Міне бізде қазанымыз қайнап жатыр. Енді картошкамызды да қосып, бетін жауып, 20-30 минуттай тағы да қайнатамыз. Сонымен біздің борщымыз дайын болады. Міне қараңыздар, дәмі өте керемет болып шықты. Қаймақпен, айранмен өте қатты үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған жансая ас болсын.